Баршаңызға сәлем. Менімен бірге құймақ жасаңыздар. Блинный. Мен жасау жолым міне 2 жұмыртқамен 2 қасық ас қасықпен қант саламын. Онан соң 2 кесе сүт құямын. Онан соң 1 кесе кипяток қайнаған су құямын. Жақсылап араластырып аламыз. Миксер не обязательно, жай венчикпен де араластырған дұрыс негізі. Жақсылап араластырып алып, осылай біркелкі болса болды. Онан соң ұнды саламыз. 180 грамдай, 150-180 грамдай ұнды қостым. Міне через сито. Жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Біркелкі болғанша, без комочек дейді, комочек қалмайтындай жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Ең соңынан осындай сұйық май құятын боламыз. Менде оливковое масло болды. Кез келген растительный масло құя берсеңіздер болады. Иіссіз, иісі болмайтындай май құясыздар ғой. Шедевр, маслодел. Онан соң жаңағы сұйықтығымды мен 20 минут қойып қойдым, тұндырып. 20 минуттан кейін міне табамды майлап, түбіне жақсылап май жағып, қатты шылқытпаймыз. Кішкене ғана май жағып алдым. Табам қызғаннан кейін, әбден қызғаннан кейін қыздырып алып, міне біртіндеп құйып, сұйықтығымызды құямыз осылай. Артығын осылай құйып аламыз. Мен 2 блиницамен жасадым, солай ыңғайырақ, маған тезірек болу үшін. Біреу менде смайлик, біреу обычный осылай блиницаларым өте керемет шығады. Жан-жағы қызара бастағаннан жайлап аудара бересіздер. Бірінші табаға құйғаннан кейін 1 минуттай тұрған дұрыс, қызарып. Онан соң екінші жағы тезірек піседі. Қызарса ала бересіздер тек. Блинныйға кез келген начинка қоссаңыздар болады. Фаршты дайындап пісіріп алып қоссаңыздар болады. Творогпен ұсынсаңыздар, кез келген тосап, вареньемен, творогпен ұсынсаңыздар болады. Сгущенкамен өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, каналыма жазылып, лайк басыңыздар.